әріптерімізге шолу жасаймыз. Қазір мен доктор кімге лақтырамын, қағып аламыз. Сонан соң өткен әріпімізді атап, соған 2-3 сөз мысал келтіреміз. С әріпі қандай дыбысқа жатады? Б әріпі қандай дыбысқа жатады? Дауыс. Т, керемет. Дауыссыз дыбысқа жатады. Оны қандай түспен белгілейміз? Қандай әріптерді білеміз біз өткен? М әріпі қандай дыбысқа жатады? Дауыссыз дыбысқа жатады. Ол қалай айтылады? Ұзақ айтыла ма, қысқа айтыла ма? Қысқа айтылады. Ш әріпі қандай дыбысқа жатады? Дауыссыз дыбысқа жатады. Ш әріпінен қандай сөздер білеміз? Қандай әріптерді? Ол қандай дыбысқа жатады? Дауыссыз дыбысқа жатады. Айтамын. Тай, ай, қой. Молодец, жарайсың, тамақ. Керемет, тамаша. Ал. Әріпі қандай дыбысқа жатады? Қандай сөздер? Кедергі бар ма? Демек, кедергімен айтылатын әріптерді қандай дыбысқа жатқызамыз? Дауыссыз дыбысқа жатқызамыз. Мынау жазба түрі. К әріпін ауада жазып қойшы. Жазаламыз ба? Жазаламыз. Көздер берілген, суреттер көрсетілген. Осы суреттерге қарап, мына тор көздерді не қыламыз? Тиісті әріптерді қойып толтырамыз. Кітап. Бірге айтаршы. Кітап. Қанша буынға жатады? Шапалақта бар. Келесінен суретін көріп келесі. Есік. Тамаша. Не. Круг.